Шоқан Уәлиханов атындағы номер 2 жалпы орта мектебінің 4-ші А сынып оқушысы Бақтияр Тоғжан Жомартқызы Аяз бен Қыдыр айтысы. Авторы Ақылбек Шаяхметов. Аяз. Қабағыма қар қатып, кірпігіме мұз қатып, қатал қыстың әмірін жыбыр-жыпқа тыңдатып, малым ықса болаңда, төрім өлсе қорамда, ол да менің ашуым, ерегескен ойларым. Суық сөздің сүсімен ұлақ суын қатыртып, таяғымның ұшымен Қыдыр. Жерді көріп тебіндім, елді көріп емірендім. Суы тушы сен болсаң, жылытқалым мен келдім. Сен отырсаң күрсініп, менің қаным түршілік. Сен шошанып қиылсаң, мен еткізем бір шыбық. Тау суындай тазамын, бұлақ көзін ашамын. Ақ ниетті адамға жақсылықты тосамын. Аяз. Бала да жас кәрі де, мені сыйлар әлі де. Сескен битін жан болса, ұшырайды кәріме. Қыдыр. Мен шықпын шығыстан, сен келіпсің батыстан. Күндер болды ұрысқан, күндер болды қағысқан. Қарым суға айналды, мұзым буға айналды. Барлық сұсым ақыры, сескен теңде жай қалды. Аяз. Мен суықтың ұлымын, қаталдықтың пірімін. Сенің жылы сөзіңнен босап кетті буыным. Қыдыр. Аяз бауырым өжетсін, мейлі күнің тез өтсін. 12 айда бір келер, мезгілге сен қажетсің. Аяз. Сен де өмірге керексің, өзгелерден берексің. Алма кезек кеп тұрса, татулыққа не жетсін.